сабақ беруде цифрлық білім ресурсы мен онлайн сервистерді қолдану тақырыбында Қабдешева Гаухар Асхатқызына жолдаймыз. Сөз кезегі өзіңізде, Гаухар Асхатқызы. Сәлеметсіздер ме, оқытушылар? Мен Саламат Мұқашев атындағы Атырау политехникалық жоғары колледжінің арнайы пән оқытушысымын. Бүгін сіздермен қашықтықта сабақ беруде цифрлық білім беру ресурстарын және онлайн сервистерді қолдану тиімділігімен, яғни өзімнің іс тәжірибеммен сіздермен бөлісетін боламын. Қазір демонстрация жасайын. Бұл цифрлық білім беру ресурсының, яғни қашықтықтан сабақ өткізу барысында тиімділік, яғни артықшылықтары, ерекшеліктері көп. Соларға тоқтала кететін болсам, бұл ресурс жалпы мен өзімнің турбосайт деген бағдарлама арқылы жасақтаған ресурс болып табылады. Негізгі ерекшелігі, мысалы, сіз бір модуль бойынша өткізілетін барлық сабақтарыңызды осы ресурстың ішіне жинақтайсыз. Мысалы, мен торп мамандығы бойынша жабдықтар тексеру және сынау модуль бойынша 30 сабағымды осы ресурстың ішіне жүктедім. Яғни барлық дәрістеріңіз, әр дәріске арналған презентациялар, әр презентацияның қасында бейнероликтер, сол сабаққа арналған бейне сабақтар, студенттердің орындайтын тексеру сынақтары, тапсырмалары, үй тапсырмалары және оқулықтардың барлығы осы бір жүйенің ішінде сақталған. Яғни оқытушыға тиімді, кез келген тақырыптың барлығы қолжетімді түрде орналасқан. Сонымен қатар бұл студенттерге де өте тиімді. Мысалы, кейбір студенттер біз Zoom мен онлайн сабақ өткізген кезде, кейбір студенттер желіге қосыла алмай қалып жататын жағдайлар болады. Яғни сабаққа қатыса алмай. Сол жағдайда мен бұл цифрлық ресурсты облакаға сақтап, ссылкасын студенттерге, мысалы, Платонусқа жіберіп қоямын алдын ала. Студенттер, яғни онлайн сабаққа қатыса алмай қалып жатқан жағдай болса, дәрісті кез келген өткен тақырыпты осы ресурстың ішінен жүктей алады. Презентациясы, өткізген бейне сабақ, бейне материалдарының барлығы осының ішіне жүктелген, тапсырмаларда орындап, оқытушымен кері байланыс жүргізе алады. Енді қысқаша мәліметтерді көрсете кетейін. Бұл цифрлық білім беру ресурсының ішіне менің барлық 30 мысалы дәрісім орналастырылған. Әр дәрістің астында бұл дәріске арналған презентация бар, яғни фотосуреттер, схема, диаграммалар барлығы осының ішіне орналастырылған. Яғни студенттер үстіне басып, оны өзіне компьютеріне жүктей алады. Сонымен қатар сабаққа байланысты бейне роликтер, сонымен қатар мен өзімнің түсірген бейне сабақтарым да осының ішіне жүктелген. Яғни студенттер оны отырып, өз кез келген уақытта үйден отырып қарай алады. Бұның объемы көбірек көлемі, сондықтан алдын ала облакаға сақтап, студенттерге сілтемесін жіберіп отырмын. Мысалы, Қалған бесінші және де 6-шы трещотка, яғни ең шеткі бөлімге орналасқан. Яғни осы сабаққа байланысты бейне сабақ, презентациялар, лекциялар, әр сабақ бойынша каждый 30 сабақтың ішінде презентация, бейне роликтер орналастырылған. Сонымен қатар тексеру сынақтары орналастырылған. Әр бөлім біткен кезде студенттер тексеру сынақтарын тапсырады. Оны да үстінен басу арқылы жүктей алады студенттер. Бұны мен Платонус ақпараттық жүйесіне де орнатып отырмын. Студенттер орындалған тапсырманы оқытушыға кері жібереді. Оның ішінде журнал бар. Сол журналға, яғни бағаланып, студенттермен кері байланыстар жүргізуге болады. Сонымен қатар сабақты бекіту мақсатында, өткен тақырыптарды қайталау мақсатында, немесе үй тапсырмаларын беру мақсатында көптеген онлайн сервистерді қолданамын. Ол сервистердің ішіне келесі экранға назар аударсаңыздар, Learning Apps онлайн сервисі, Quizzes, Triventi, Quizlet деген онлайн сервистерді қолданамын. Бұлар қашықтықтан оқытқан кезде өте тиімді, кез келген викторина болсын, жабдықтардың құрылысы болсын, опрос жасағыңыз келсе, барлығын әртүрлі вариантта нұсқада құрастырсаңыз болады. Әрқайсысына қысқаша тоқтала кетсем, мысалы Learning Apps қосымшасында бұл менің барлық топтарға жасаған, өзім жасақтаған тапсырмаларым. Ерекшелігі, әр топқа бөлек класс ашуыңызға болады.
әр студентті логин парольмен тіркеп қойсаңыздар болады, әр топқа бөлек-бөлек тапсырмалар салуға болады. Студенттердің тапсырманы орындағанын статистика арқылы тексеріп қадағалап отырсаңыздар болады. Яғни қай студент қаншалықты тапсырманы орындап отырғаны. Немесе бұны яғни үй тапсырмасы ретінде де жіберуіңізге болады, немесе онлайн сабақтың үстінде де қолдануыңызға болады. Мысалы, менің мынау бір тапсырмам дайындаған, соны QR-код арқылы дайын QR-кодын жіберсеңіздер болады, немесе астында дайын ссылка тұр, сілтеме. Осы сілтемені чатқа жіберем, немесе Платонус бағдарламасына үй тапсырмасы ретінде сілтемені салам, студенттер орындап, оқытушыға жіберіп, яғни кері байланыс орнатудамыз. Келесі онлайн сервис бұл Quizzes. Бұл да өте тиімді, қашықтан оқыту кезінде қолданылатын сервистердің бірі. Бұнда да бірнеше тапсырмалар жасақталған.